Шаршау тәннен емес, мидан басталады. Адам ойлағаннан да ғаламат істерге қауқарлы. Егер әйел еркексіз өмір сүре аламын десе қателескені, бірақ әйелім менсіз өмір сүре алмайды деп ойлайтын азаматтың ойы тіптен қате. Барлық жамандық атауының жауы ақша емес, қорқыныш. Жақсы аяқ та бір күні сүрінер. Тәкаппар адамның да арқасы бүгілер. Қара сақал да ағарар. Әдемі әлпетті де әжім басар. Тек ақ жүрек қана ай мен күн сияқты жарқырап тұрар. Білім деген даналық емес, даналық деген білімді кәдеге жарату. Адам тану саналының ісі, өзін тану парасаттылық, өзгені жеңген күшті, өзін жеңе білген ұлы. Адамға шынайы қуаныш сыйлайтын нәрсе саяхат. Тәжірибе деген үлкен байлық, бірақ соған бүкіл жастық шағыңды сарп етіп алма. Күшіне сенген адам ғана мақсатына жете алады. Мінезі бір қалыпты адамдардың өмірі де жайма шуақ болады. Осы екеуін ешқашан ұмытпа. Сенің үстіңнен күлгендерге ренжімей-ақ қой, қателескендерге күлме. Байлығыңды тірі күніңде бөліп бер, сонда сенің өліміңді ешкім күтпейді. Адамдар екі топқа бөлінеді. Бірі өмірден ләззат алып бақытты ғұмыр кешеді, екіншісі соларға қарайлаумен күн кешеді. Өз қадіріңді ешқашан кетіріп алма. Өйткені сыйың кетсе, қаншалықты биік белестерді бағындырсаң да, оны қайтару мүмкін емес. Аз же, көп өмір сүресің. Жоқ деген сөзді айтуды үйреніңіз. Мұныңыз ешкімге жақпайтыны анық. Есесіне адамдар сізді құрметтей бастайды. Өмірдің 3 қағидасы. Алға қадам баспасаңыз, орныңыздан тапжылмайсыз. Білмегеніңізді сұрамасаңыз, жауабын ешқашан білмейсіз. Ойыңыздағын жасап көрмесеңіз, ешқашан мақсатыңызға жете алмайсыз. Әр нәрсе өз уақытымен қызық. Өзіңді өзің сыйламасаң, өзгеден сый дәметпе. Біреу қателессе, жұрттың бәрі ақылды. Ер адамдардың ең жаман қасиеті шектен тыс уайымдау мен шектен тыс қорқақтық. Балаңнан бақыт көргің келсе, өз ата-анаңды құрмет тұт. Әйел ашуланса жеңіледі, еркелесе жеңеді. Екі әйелдің басы қосылса, үшінші әйелдің соры. Адамгершілігі барлар басқаларға тірек болады, өзгелерге жетістікке жетуге көмектеседі, өзі де сол жетістікке жетуді қалайды. Жақсы мінез бүкіл өміріңнің сарқылмас байлығы. Арзан әңгімеге құмар адам қымбат уақытын жоғалтады. Кейде мен өлілерге қатты қызығамын, өйткені олардың бос уақыттары өте көп. Егер сіз жұмысыңызды келесі демалысқа қанша сағат, қанша минут қалды деп есептеумен өткізсеңіз, онда сіз ешқашан миллиардер бола алмайсыз. Кедейлік сіздің барлық уақытыңызды алады, ол сол үшін жаман. Әр адамның мінезі басқалардың бақытына әсер етеді, демек ол пайда немесе зиян тигізетін сипатқа ие. Қанағаты бар адамға бақыт бұйырады. Құстардың ұшу үшін жаратылған сияқты, адам да бақыт үшін жаралған. Сүю һәм сүйікті болу қандай орасан бақыт. Бақытты болған жеріңізге ешқашан қайтып оралмаңыз. Қайда жүрсеңіз де өзіңізді бақытты сезініңіз. Әділетті болу үшін алдымен мейірбан болу керек. Бәрін түсіндіруге болады, бірақ бәріне емес. Біреуге риясыз сену, оның қолына өз еркіңмен өтірік қанжар ұстатқаның. Лапып тұрған қанжармен ол сені бауыздауы да мүмкін, қорғауы да мүмкін.
Ей көңілім, сыйлық күтпе, бұл заманнан қараңғы. Уақыт озар, барлығынан шаң қаптырған адамды. Дертің әр сәт күшейеді, ауырады тынымсыз. Менен мына уақыт емдемейді жараңды. Достар, сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар.